Мен Бақтияр Құлбаев, меніңше әсілінде тұрсын. Мен болашақта фармацевт мамандығы ол дәрі-дәрмекті жасау, оны сапасын бақылау және халыққа жеткізумен айналысатын. Балалардың өзін инженерлерсін сөйлеу, жазу және айту дефектісі қоғамға дефектісі пайда болып жатыр. Сол себепті мамандығының қоғамдағы ерекшелігі маңызды ерекше деп есептеймін. Педагог мамандығының осы балаларға сөйлеу, жазуды және қоғамға оның сөйлеуінің дефектісін түзету Мен Алмас Ағам, менің таңдайтын мамандығым дәрігер мамандығы, және биология, биология пәні. Дәрігер ол адамдарды сақтап қалу үшін және де алдын алу үшін байланысты. Мен Өрбек Аяна Серікқызы, 10-шы А сынып оқушысымын. Болашақта психолог мамандығына ие болғым келеді. Психолог мамандығына түсу үшін биология және география пәндерін таңдадым. Психология мамандығы адамдардың психикалық жағдайларын зерттеп, психологиялық көмектесуге арналған мамандық, яғни стресстен түскен адамдарды стресстен шығару. Сол себепті психология мамандығын таңдадым. Биология және химия пәні мұғалімдерінің қоғамдағы рөлі білім беріп қана қоймай, ауқымы кең әрі маңызды. Себебі олар мектеп қабырғасына сабақ беріп қана қоймай, болашақ дәрігер, логопед, фармацевт, психолог сынды мамандықтарды дайындауға көмектеседі. Мен биология және химия пәнін таңдап болашақта мұғалім болғым келеді. Қоғамға дені сау, табиғатқа қамқор, ғылыми көзқарасы бар, үлкен құлақ, кішіге ізет көрсететін шәкірттері тәрбиеленуі керек.